Сәлем бердік, мен супер келін Диана. Бүгінгі видео шығарылымда сіздермен біргелікте оңай, тез дайындалатын, тіпті торт жасай алмайтын қыз-келіншектердің қолынан келетін дәмді рецепт дайындаймыз. Ең алдымен біз кремін дайындап аламыз. 33% сливкиді миксерлеп аласыздар. Қант ұнтағын саламыз, ванилин, одан кейін ванильный сахар қосып жібересіздер, азғынтай ғана. Одан кейін барып сгущенка қосамыз. Қайтадан барлығын миксерлеп аласыздар. Творожный сыр немесе маскарпоне қосып жібересіздер. Барлығын жақсылап қайтадан миксерлеп аламыз. Крем дайын болды, енді оны тоңазытқышқа салып қоясыздар. Келесі кезекте блинчик дайындаймыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа қажет болады. Қантты салып, араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы сүтті құйып, қайтадан араластырасыздар. Онда илектен өткізіп саламыз. Пирогтарға арналған арнайы соданы саласыздар, және қызыл бояу саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып аласыздар да сұйық майды қосып қайтадан араластырамыз. Қызып тұрған табаға блинчиктерімізді бір-бірлеп құйып пісіріп аламыз. Дайын болған блинчиктерді табаға жайғастырып шығасыздар, дәл видеодағыдай түйіп аласыздар. Ішіне дайын болған кремді жағып шығамыз. Бетіне қайтадан блинчик қоямыз, қайтадан крем жағамыз. Дәл осы процесті қайта-қайта жасайсыздар. Торт дайын болды, бетін тәрелкемен бастырып қойып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қоясыздар. Кремі қатқаннан кейін барып тоңазытқыштан алып, бетіне кез келген жеміс-жидектерді қойсаңыздар болады. Кез келген қыз-келіншектің қолынан келетін дәмді тортты сіздерде міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, коммент жазып, парақшаға тіркеліп қойыңыздар.